Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Аптаның соңы ғой деп демалып, үйден шықпауға бекінген бұқараға бер қараңыз дейміз. Өйткені біз өткен аптадағы ақпарат айдын бір шолып қайтамыз, анығын айтамыз. Кеттік. Аптаның соңы қарапайым қарашаға жақсы аяқталғанымен қалталы азаматтардың қан қысымын көтергені рас. Өйткені 1 қыркүйекте президент әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Жолдаудағы ең басты тақырыптарға қысқа нұсқа тоқталайық. Жұмысшылардың өндірісте мертігуі және қазаға ұшырауы көп болып кетті. Ірі өндіріс орындары 5 жыл сайын технологиялық, экологиялық аудит жасауы керек. Бұл талап инфрақұрылым саласындағы кәсіпорындарға да қойылуға тиіс деді президент. Енді ірі кәсіпорындарды меншіктеп алып, түскен пайданы қалтаға салып, адам өмірін азапқа салмай, тозған техниканы ауыстырмайтын олигархтардың ғұмыры бітті. Басында ми жоқ, қазаққа сый жоқ, Лакшми Митталдың құлағына алтын сырға дейміз мұндайды. Қошемет. Шапалақ. Цитата. Министрлер және әкімдер өзіне қолайлы адамдарды ғана қызметке тағайындайтын әдетті доғаруы тиіс. Министрліктердің өзінде керек адамын тағайындау үшін заң талаптарын аттап өтетін немесе қалауынша өзгертіп алатын жағдайлар бар. Бұл мемлекет басшысының сөзі. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлықты жоюдың алғышарты деп қабылдауға болатын секілді. Қалай ойлайсыз, құрметті көрермен? Командасымен жүретін әкімдерді қайсы креслодан алшақтатқан дұрыс па, бұрыс па? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Осы аптада билік басында біраз өзгеріс болды. Бірі кетті, бірі келді, бірі жай ғана қызметін ауыстырды. Президенттің 8 бірдей көмекшісі қызметінен кетті. Олардың арасында Тимур Сүлейменов, Аида Балаева, Руслан Желдібай секілді есімі елге таныс адамдар бар. Алайда Желдібай мен Балаева далада қалған жоқ. Руслан Сұлтанұлы Желдібай Қазақстан Республикасы президентінің ішкі саясат мәселелер және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі. Ал Аида Балаева Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды. Бұндай да министрлік құрылды бізде. Қазақстанда 5 жаңа министрлік жұмыс істейтін болады. Бұдан бұлай, мінекей экранда. Мұқият қараңыз, көрермен. Билік басы бірінен соң бірі отыратын күл басындағы көкесек қой. Қызмет басына келгендер қарапайым қараша үшін қызмет қылса дейміз. Ал маған министрлік математикадағы формула секілді. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосынды өзгермейді. Президенттің жолдауынан бөлек осы аптада жаңа оқу жылы басталды. Білім ордаларындағы былықтар жайлы бірер сөз. Атырауда Тілендиев атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының басшысы лауазымына 1999 жылы тағайындалып, 24 жыл бойы ауыспай қызмет етіп келеді. Заң бойынша білім беру ұйымдарында әр 7 жыл сайын басшылық өзара ауысып отыруы тиіс. Мұна жаңалық біраз адамды мынандай жағдайға түсіргені анық. Өз басым мектеп басшысы 24 жылда қаржы жымқырмады дегенге сенбеймін. Себебі? Это Казахстан, детка, блядь. Білім ордалары жайлы тағы бір ақпарат. Елімізде 1 қыркүйекке дейін 66 мектеп жөндеуден өтіп үлгермеген. Бұл туралы білім министрі Ғани Бейсенбаев мәлімдеді. Биыл жазда 260 мектепте жөндеу жұмыстары басталса, оның қазір 194-і ғана жаңа оқу жылына дайын. Енді қалған 66 мектепті жөндеуге кемі 3 айдан астам уақыт керек. Жалпы Ранкинг KZ аналитикалық порталының мәліметінше, Қазақстанда қазір 7550 мектеп бар. Оларда жалпы саны 3,5 миллионнан астам бала білім алып жатыр. Ал менің бұл ақпаратқа алып қосарым жоқ. Жамбыл облысында құны 100 миллион теңге тұратын зауыт 7 миллион теңгеге сатылып кеткен.
Жергілікті шенділер осыдан 6 жыл бұрын сүт зауытын жекеменшікке заңсыз сатып жіберген. 18 гектар аумақты алып жатқан нысан осыдан 8 жыл бұрын жеке серіктестікке тиесілі болған екен. Бірақ оның басшысы экологиялық талаптарды бұзған үшін мемлекетке 52 миллион теңге берешек болыпты. Ақшаның орнына әкімдікке кәсіпорында берген. Ал ақша көрсе ата-анасын сатып жіберуге даяр жауаптылар мүлікті өз бағасынан 13 есе арзан бағаға сатқан. Бұл елде мемлекет дейтін біреу бар ма өзі? Абырой болғанда қазір әлгі зауыт сот үкімімен мемлекет меншігіне қайтарылды. Ардақтағы ағайын, Астананың ертегілердегі секілді көрінбейтін қорғанысы бар екен. Және оның есігінің кілті Тамара Дүйсеновада. Жарайды, қалжың ғой. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова таңертең елордаға кіруге шектеу қою керек деген шешімді дұрыс істеді, ал кешке бұрыс істеді. Таңертең маған Астанаға тұруға шектеу қойылады ма деген сұрақ қойылды. Мен негізі мұндай шектеулерді жұмыс тобы ұсынбағанын айтқым келген дей салды ол. Тамара ханымға 2 қызмет ауырлық еткен ғой шамасы. Әйтпесе 2 сөйлейтіндер Қазақстанда тым көп. Айтпақшы, президент Тамара Дүйсенованы бір қызметінен босатты. Қазақстанда дым шығарылмайды, өндіріс жоқ дегендерге жауап. Біздің елде тың технология. Не дейсіздер ғой? Айтайын. Біздің шенділер ақшадан от шашу шығаруды ойлап тауыпты. Міне, ақпарат. Батыс Қазақстан облысында 3 жылда от шашуға 32 миллион теңге жұмсалған. 2018, 2019 және 2022 жылы Орал мен Ақсай қаласындағы мерекелерге от шашуды ұйымдастыруға бюджеттен 32,9 миллион теңге бөлінген. Ол ма? Өткен жылы қала күніне от шашу қоюға 5 миллион теңге, республика күніне 4 миллион теңге, жаңа жыл қарсаңында 4,6 миллион теңге кетті. Ал 2019 жылы 7 миллион, 2018 жылы 10 миллион теңге жұмсалған. Жерлестер, жағдай қалай? От шашу ататындай шама бар ма өзі? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Құлан құдыққа құласа құлағында құрбақ ойнайды. Бұл Болат Назарбаевқа қарата айтылған сөз бе дерсің? Ақтөбе өндірістік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің банкротқа ұшырауына байланысты Болат Назарбаевтан 19 миллион теңге өндірілмек. Бекболатша айтсақ оқиға бұлай болған. 2013 жылы Болат Назарбаев осы компанияға 1,5 миллиард теңгені несие ретінде берген. Алайда кейін ақшаның компанияның шотына түспегені анықталды. Осылайша 2021 жылдың 20 қазанында Ақтөбе өндірістік компаниясы сот шешімімен банкрот деп танылған. Бақтың дерегінше компания банкротқа дейін 1 жыл бұрын бір зауытпен құны 751 миллион болатын құрал жабдықтарды несиенің өтемі ретінде Болат Назарбаевқа берген көрінеді. Гениально. Кейін қаржы операцияларын тексере келе Болат Назарбаевтың Ақтөбе өндірістік кәсіпорнына ешқандай ақша аудармағаны анықталды. Өткен жылы қыркүйекте өткен сотта Назарбаевтың кәсіпорынға қаржылай көмек көрсетпегені расталды. Енді Болат Назарбаев заңсыз иеленген мүлікті қайтарып, компанияға 19 миллион 451 мың теңге өтемақы төлеуі тиіс. Құрметті көрермен, яхтаға мініп демалғыңыз келе ме? Менде қызық ма? Кімнің демалғысы келмейді дейсің? Тұнық теңіздің үстінде суға шомылып, қасыңа керек адамдарды алып демалғанға не жетсін, Бұл үшін сізге не бәрі 60 мың рубль керек. Неліктен рубль дейсіз ғой? Өйткені тұңғыш президенттің яхтасы Ресейде Санкт-Петербургте тұрған жерінен табылды. Қазақстан туымен Назарбаев деген жапсырмасы бар теңіз көлігінің жалға беру құны 60 мың рубль екен. Ал оның құны қазірдің өзінде 100 мың еуро шамасында тұрады. Бірақ бұл яхтаны экс-президенттің қазір қолданбайтыны белгісіз.
Құрметті көрермен, ардақты ағайын, осымен Бағдардың апталық шолуы тәмам. Біз анығын айттық, сіз осы бейне жазбаны таратыңыз. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.